Видеомызды жалғастырамыз, яғни сабақтарымызды. Жалпы мынау жақсы екен, андай ақшаны бір өзің ұстап отырғандай, бір ойға да неге де басқа әсерін беріп жатады да. Енді осындай ақша табудың жолдары, жаңа айттым ғой, нақты бір маркетплейсті, сайттарда деген секілді Яндекс арқылы онлайн жұмыс табуды біз осы видеода айтып көрейік. Әрине болады ғой, сіз ең бірінші жұмыс істеймін деген кезде қолыңыздан келетін нәрсені істеп жатасыз. Мысалға, мен мүлдем сурет салатын адам емеспін. Келіп алып, өзіме көп алып, мен сурет салам, бір жерде дизайнер болам деген сияқты іздемейсіз бәрібір де. Мен де іздемеймін. Немесе мен ән айта алмаймын. Мысалға барып, егер де сіз жақсы ән айта алсаңыз, мүмкін ірі үлкен қалалардағы бір кешкі барларда неге ән айтпасқа, неге сіздің өнеріңізді, неге сол талантты көрсетпеске, бізде андай қалыптасып қалған ғой. Мысалға, әнші дейтін болсақ, түрі әдемі, фигурасы күшті, немесе жас деген сондай стереотип қалыптасып қалған. Ал бізде басқа елдерде қалай, бізде емес, басқа елдерде керісінше фигурасы да, ештеңесі де маңызды емес, түрі де, ол жерде маңыздылық нәрсе не? Адамның таланты, адамның еңбегі деген нәрсе. Сондықтан бойыңызда не бар, соны көрсетуге тырысыңыз. Қолыңыздан не келеді, соны жасаңыз. Өзіңізге лайықты жұмыс таппас бұрын, сол өзіңіздің сүйікті дүниеңізді табуыңыз керек. Яғни, қандай дағдыларыңыз бар, қолыңыздан не келеді, қанша уақыт бөле алам ол нәрсеге. 1 сағат па, 5 минут па, әлде 5 сағат па деген секілді. Сіздің энергияңыз, шамаңыз қаншаға жетеді. Мен өзімнің өмірімдегі бір кейсімді айтайын. Менің түсінігімде, адам жұмыс істеу керек деп жүрем. Мен де басында пәтерде, квартирада тұрдым, әсіресе Алматы қаласында. Пәтерден пәтерге қаңғып та жүрген кездер болды. Сол кезде 2014-те мен отбасы банкке депозит ашамын. Жилстрой болатын ол кезде, сөйтіп 45 мыңнан, 50 мың, 100 мыңнан жайлап жинай бастадым. Басында мен стипендиямды ғана саладым. Кейін отбасы болған кезде мен университетте сабақ берем, параллельно телевидениеде жұмыс жасаймын. Одан кейін алғашқы сол көлігім Toyota Corolla болды, оны мен таксовать етемін. Одан бөлек әйелімнің вышивка бизнесі болды. Біз өзіміз анандай вышивальный машина сатып алдық. Неге? Өйткені әйелім тігінге жақын. Ол сол дизайнерскийді бітірді. Менікі сол маркетинг жағы, жазу, SMM жағы. Міне көрдіңіз бе? Біз жас отбасымыз, үй алу керек. Ол кезде енді баламыз жоқ, енді ғана ниеттіге, бірақ квартираға біз бір бөлмеліге, мысалы, ол кездегі бағамен 80 мыңдай төлейтінбіз. Ол доллармен шағатын болсақ, бір $350 шығар, мысалы, енді ол да оңай емес негізінде, сол кездегі курспен. Сонда айтқым келетіні, мен не істеймін? Түске дейінгі уақытта Казгуде оқытушымын. Менің образым, былайша айтқанда, студенттерім сабақ берем, отырады Дәулет Төлеутайұлы. Одан кейін түскі асын ішіп аламын да жүгіріп анау хабарға дейін барам. Жаяу барсам 3 аялдама, кейде автобуспен барайым. Ол жерде журналистпін мен. Одан кейін үйге келемін. Алматының кептелісін білесіздер. Кептеліс басылсын деймін де, сағат 8-ге таман таксовать етуге шығам. Сол кезде мен ойлайтын, таксовать етіп жүрген кезде осы студенттерім отырмай қойсыншы деген сияқты ой келеді. Өйткені Алматыда көбі Яндекс, Индрайвер дегендер кейіннен шығып атты ғой, енді сұранысқа ие бола бастады. Бұрын Алматыда барлық осы қолын көтереді, сөйтіп тоқтай беретінсің. Сонда мен ойлайтын, мен қазір студентім шығып қалмаса екен деген сияқты. Неге? Өйткені енді күндіз таңертең сол студентіне сабақ бересің, өзінше олар ағай деп жүріп, ана жақта кетесің, такси деген сондай бір не болатын да менде. Бірақ кейін ойлаймын, мен адал еңбек тауып жүрмін ғой. Мен ешкімнің ақысын жеп жүрген жоқпын, біреуді алдап жүрген жоқпын, алаяқтық жасап жүрген жоқпын, біреуді зорлап жүрген жоқпын, тонап жүрген жоқпын. Не үшін мен ұялуым керек? Мен кейін айтатын болдым, тіпті өзіміз студенттеріме де, жұмыс жасаңдар, официант болыңдар. Болмаса жаңағы наклейка тарататын жұмыстар көбінесе бар Алматыда, әсіресе андай мегада, сауда орындарында. Неге? Істеңдер, үйреніңдер, адам солай піседі. Мен де істеймін, сендер білесіңдер ме, мен қазір жұмыстан шыққаннан кейін таксовать етемін. Одан кейін оның алдында телевидениеға барам. Одан кейін 8-10-дарда таксовать етіп келем. Вышивканың заказдары жиналған кезде мен курьер болып жұмыс істеймін, мысалға үйге дейін доставка апарып беремін.
Оның барлығында маңдай термен келген нәрсе ғой. Бізде бір адам жетістікке жетіп жатса, біз үнемі ой ол бүйтті сөйтті деген сияқты бір оңай көре саламыз да. Жоқ, кез келген еңбектің артында, кез келген жетістіктің артында ол үлкен еңбек жатыр, иә. Сондықтан сайтқа кіресіздер, жаңағы Яндекс әсіресе жастар көп пайдаланады екен. Үлкен азаматтарымыз болса, ересектер болса, осы Яндекс сайтына кіріп, сіздер де Яндекс работа, яғни қашықтан жұмыс деген сияқты онлайн платформада жұмыс істейтін болсаңыз, немесе былай істейтін жұмыстар болса, да осы жерде іздеуге болады. Яғни Қазақстанды таңдайсыз, осы карта бойынша, иә, қай қала деген секілді сол Яндекске кіріп, мысалға Яндекс работа қашықтан жұмыс фильтрін қойып қойсаңыз болады, иә. Одан кейін Яндекс Толока деген бар. Ол қарапайым тапсырмаларды орындап, сіз ақша таба аласыз. Яндекс Дзен деген бар. Ол мақалалар жазу арқылы. Менде бір не бар, бір емес бірнеше оқырманым бар өзім, сонда жазады. Мен үйде отырған адамын, бірақ осындай бір аударма ісін жасап, болмаса бір редактор алып дүниелерді жасап, мен күніне 10 мың теңге, 15 мың теңге табам дейді. Ол да балаңыз үшін бір памперс мысалға, иә, ол да бір отбасылық бюджетке қосымша кірістің келуі деп қабылдауға болады. Яндекс услугида да бар сондай түрлі қызметтер, мысалға репетиторлық балаларды оқыту. Осы жерде бала оқыту дегенде бір күшті бір не айтқым келеді. Кейс. Бір оқырманым бар, Алматыда кейін көшті, Таразға тойға бара жатады, баласы бар, күйеуі бар. Сөйтеді, ол аварияға ұшырайды. Әйелі, күйеуі тойға барды ма, бармады білмеймін енді, ол есімде емес. Әйелі ұшырайды аварияға, мүгедек болып қалады. Екі аяғының екі төмен жағын кесіп тастайды, сөйтіп коляскада. Енді ол қиындықты көргеннен ол психологиялық стресс, одан кейін енді отбасында да сондай кикілжіңдер пайда, қысқасы күйеуі тастап кетеді, ажырасып кетеді, өзі жалғыз басты ана. Маған жазады, бір күн айтады да маған, мен осындай жайлап табыс таба бастадым, мен үй алғалы жатырмын деп менен хатында консультациясын алып жатыр, осыдан 3 жыл бұрын болған оқиға. Сосын мен айтамын, сіз қалай бұл ақшаны жинадыңыз? Сіз жағдайыңыз айтып отырсыз, коляскадамын дейсіз, инвалид, бірінші топ болып қалған, иә. Одан кейін кішкентай балам дейді, балаңыз бар, қалай сіз еще табыс көзін растамай Алматыдан 2 бөлмелі үйде 50 миллион алып жатыр. Енді Алматыда ойлаңыз, сол кезде 2 үйдің бағасы жоқ дегенде бір 25-30 миллион болатын. 15 миллион жинау маған миыма сыймайтын нәрседе андай болып. Соны мен айтамын да, сіз қалай жинадыңыз десем, білесіз ба дейді, мен инвалид болып қалған кезде қатты стресске ұшырадым, көп қиындық, көп жыладым, одан бөлек күйеуімді тастап кетті, ата-енеме барлық десін айтып жатыр да, менде бір ғана телефон болды дейді. Содан не істедім дейді, мен жайлап есімді жинайын деп, сол телефонның ютубына кіріп, ағылшын курстарын оқи бастадым дейді. Мен бұрында жайлап, енді ағылшынды керемет білмесем де, былай түсінетінмін, мектеп программасы базалық деңгейде болатын дейді. Содан ютубқа кірдім де, бесплатные уроки английского языка деп жайлап үйде жатып алып, төсекте аяғымды бүйтіп отырамын, нетем, кішкентай балам көмектесіп жүреді дейді маған, мені көтерісіп, ол кезде арендада тұрам дейді. Содан не керек? Сол ЖК-ның чатына жазам дейді. Мен балаларыңызды ағылшынға үйретем деп WhatsApp'та жаздым. Бір адам келді, 2 адам, 3 адам, ана балалардан нәтиже келіп көбейе бастады дейді. Жетіп ол қазір Алматыда сондай мүмкіндігі шектеулі болса да, осылай ешқайда шықпай үйге өздері келетіндей сол ЖК-ның астында. Қазір айттым ғой, басында жалдамалы пәтері болды, кейін өзінің пәтерін алды. Енді шыны керек, мүмкін ол қазір үлкен не жасаған шығар, мен сіздерге бір 3 жыл бұрын әңгімені айтып кеп тұр. Бұл жердегі нәрсе не? Ол 3 жыл өтсе де, 10 жыл өтсе де, 20 жыл өтсе де, бұл нәрсе өзектілігін жоғалтпайды. Адам өмірге деген құлшынысы болу керек. Адам деген мен бір нәрсе істеймін, қолымнан келеді, мен жасай алам деген дүние болу керек. Әйтпесе ол әйел жыласа жылап отыра беретін еді ғой, үйінде алмайтын еді мысалға. Ода не болды? Өмірге деген құлшыныс. Жасайым, істеймін, мен көрсетем деген нәрсе, иә. Сондықтан сіздің де қолыңыздан келеді. Яндекс, одан бөлек HeadHunter'ды айтып жатамыз. Одан кейін freelance.com енді әртүрлі сайттар ашылып жатады, иә. Бастысы
ізденісте болу керек. Ізденісте. Мүмкін кейде сіздің таныстарыңыз айтып жатады. Мен телевидениеде 12-14 жылда істедім ғой. Сол кезде біздің бұрынғы телевидениеде чатта мысалы жүретін бір редактор керек, немесе продюсер керек, мынандай бағдарлама ашылғалы жатыр, жаңа команда жинаймын деген секілді сондай хабарландырулар жүріп жататын. Сол кезде басқаларға да ұсынып көріңіз бе, бұл жерде айтқым келетін орта, коммуникация. Сіз үнемі ізденісте жүретін болсаңыз, міндетті түрде жұмысыңызды табасыз. Бірақ жұмыс іздеп жүрген кезде не болады? Мынандай ақшадан айырылып қалу, немесе карточкаңыз шотыңызда жатқан кезде алаяқтар болып шығады. Біреу сізді айтуы мүмкін. Сіз көріп тұр, сіздің анкетаңызды мысалға, бір сайтқа қойып қойдыңыз, бір жерге жаздыңыз, сізге жұмыс ұсынғалы жатырмыз, бірақ сіз ол жұмысты неткіңіз келсе, істегіңіз келсе, сізге 10 мың теңге аудару керек. Біз ана резюмеңізді комиссияға бүйтіп қойдық, сөйтіп қойдық, неше түрлі алаяқтар. Сондықтан ондай сенбеңіздер. Немесе сізді тіпті қазір көбейген, әсіресе телеграм арналарда онымен де министрлік күресіп жатыр, бізде үнемі айтып жатырмыз, ескерту беріп жатырмыз. Мысалы курьер, наркокурьер, сондай курьерлар көп. Соны жалдап дроппингпен айналысатын нелері бар, байқау керек. То есть одан сақ болыңыздар деп айтқым келеді. Ол оңай ақша, бәрібір де ол сізге бақыт, сізге қуаныш алып келмейді. Өте сақ болыңыздар, өйткені бұның артында заң бар. Ұсталып қалсаңыз, сіз бас бостандығынан айырыласыз. Әсіресе наркотик, есірткіге байланысты айтып отырмын. Одан кейін қаржылық пирамида болуы мүмкін. Ол туралы да біз алдағы уақыттарда айтамыз. Бірақ егер де сіздің жаңағындай бір маркетплейстерді айттық қой, егер де бір сатуды қолға алатын болсаңыз, мысалы Каспи маркет бар, Wildberries бар, Озон, әрине бұлардың барлығы енді бірден жаңа айтқандай 0 теңгелік бизнес емес, сату бәрібірде нені талап етеді. Орысша айтқанда вложение, қосымша ақшаны бұл талап етеді. Одан кейін бар, арзан тауарлар сатып алып, үстінен қосып сатады. Бірақ қосып сату дегенді былай түсінбейікші, 1000 теңгеге алған затынды 50 мыңға сату, 20 мыңға сату бар. Сондай өкінішке қарай блогерлар. Ой, менде ғана эксклюзив товар дейді, мына Қытайдың бір Taobao, AliExpress болсын, 1688 болсын, Pindosh дейміз, Pindo'да, сондай сайттар болмасын. Сондай нелер болу, арзанға сатып, қатты қымбатқа сатудың қажет жоқ. Енді 1000 теңгенің заты мүмкін 2500, мүмкін 3000-ға сатарсыз дейтіндей. Соны да ескеру керек. Жаңа айтқандай ізденісте болу керек. Тіркелесіздер барлығында, қосымша жаңа құжаттарыңыз болатын болса, міндетті түрде жеке кәсіпкер болуға тіркелу керексіз. Одан кейін есепшот, ол ішкі, әр маркетплейстің өзінің бір ішкі қағидалары деп дейтуге болады. Одан кейін мысалға сіз мынандай блокнот сатып отырсыз, ұялы телефон сатып отырсыз ба, суреттерін жүктейсіз, бір әдемі сурет болу керек, әдемі фон болу керек. Өйткені бұның барлығы маркетинг. Ол барлығы тауарды өткізу сіздің басты мақсатыңыз. Қандай тауар өтеді, білесіз бе? Әдемі тауар өтеді. Күшті жарқырап тұрған тауар өтеді. Кейде мен қараймын, мысалға кейбір адамдар өз тауарларын сатып жатқанда телефоннан бетеді, ол телефонның мына жақта цветтің көлеңкесі түсіп жатады. Ол тартымдылық бермейді бәрібір де. Кішкене соған да мән беру керек. Одан кейін бәсекелестердің бағаларын қараңыз. Сіз ойынға келген бағаны қоя алмайсыз, мысалы жаңа айтқанда 1000 теңгенің заты орта есеппен 3000, 4000-ға сатылуы мүмкін. Бәсекелестеріңіз сізге ол затты мысалға 1200-ге сатып жатса, сіз әрине оны 4000-ға өткізу қиын болады. Енді бірақ 1000 теңге алған затты 1200-ге оны ешкім сатпайды көп жағдайда, Одан кейін поискта болады, поисковик кілт сөздер, ключевые слова дейді, өзіңіз іздеуге елдерге ыңғайлы болу үшін. Мысалға ойыншық, аю, қонжық деп мен тере салам, сонда сіздің де сол маркетплейстен сіздің де тауарларыңыз шығатындай нелер болу керек, қосымша кілт сөздері дейтіндей. Одан кейін әрине логистика, жеткізу, ол жерде сіз мүмкін курьер жалдайсыз, мүмкін қазпочта арқылы жібересіз. Мен мысалға бір нәрсені айтайын, менің бизнеске бағыт деген кітабым бар, Ол сатылымда оны менен толығымен
сатушы қыздар қосымша ақша табу мақсатында алған, және де оны өздері онлайн түрде үйде сатады. Мысалға, менің негізгі кітап сататын Әсел деген әйел 4 баласы бар. Үйде отырып, әрбір кітапты сатқаннан 900 теңге, 1000 теңге пайдасын көріп отыр. Одан бөлек ол қала ішінде жеткізеді, және де Қазақстан бойынша бүкіл почтаға жеткізіп жатады. Одан кейін жарнамасы, енді ол әлеуметтік желіні міндетті түрде пайдалану керек. TikTok'ты ашып қалсаңыз болды, онлайн стримдер, неше түрлі тікелей эфирлер отыр. Ұялмау керек. Бастысы мен айтамын, саудаңыз адал болсын. 10 несібенің 9-ы негізі саудада. Бірақ саудаңыз адал болу керек. Анау кейбір адамдар бар, таразыдан жемеу керек мысалға. Оның да берекесі бола бермейді. Адал сауда жасайсыз ба, міндетті түрде оның несібесін көресіз. Отзыв деген жақсы маркетингте біз оны не істейміз? Сарафановый маркетинг дейміз, ауыздан ауызға тарайды, чаттан чатқа тарайды. Тіпті кейде болады ғой, мынаны алу керек, мынау күшті екен деп бір-біріне нөмірлерін беріп жатады. Мынау дәмді екен деп, мысалы біздің көршілер чатында бар. Сол жерде бір әйел үнемі үйде отырып, муравейник анандай тәтті бір бәлдер пісіреді. Сонда көршілер, мен алдым, рахмет, мынау дәмді болды, свежий болды. Ана оқып отырасың, өзін алғым келіп кетеді. Соны қойшы, мынау біздің домдағы әйел ғой, саудасызда жүрсін деймін де, мен барып, мысалға, балалар да тәтті нәрсе жейді деп, сөйтіп тапсырыс беретін кездер болады. Енді кәсіпті әрине масштабтау керек. Бұл кәсіпті масштабтау деген ол үлкен процесс, үлкен білімді талап етеді, үлкен ол жерде сол айналып келгенде менеджментті, қаржыны басқару, айналып келген сол жарнама тиімді, пиар подход дейміз, public relation, пиар қадамдары дұрыс болу керек. Бірақ ең бастысы, мен айтам, әрекетке берекет. 1000 қадамдық жол 1 қадамнан бастау керек. Бастайық, бастаңыздар.